Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай қытырлақ болып шығатын, дәмді болып шығатын вафли пісіретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, оған қантымызды салып, венчикпен қанты ерігенше араластырасыздар. Қанттың барлығын салып араластырамыз. Міне осылай көпіршік болып қанты ереді. Енді оған еріген сары майымызды қосамыз. Араластырасыздар жақсылап. Енді оған ұнды қосамыз. Ұнды да 3-4 бөлікке бөліп қосыңыздар. Міне осылай араластырып аламыз. Міне осындай масса пайда болады бізде. Енді вафельницамызды қыздырып аласыздар. Қыздырып, асты-үсті майлап аламын мен осылай. Майлап алдық. Енді қызған вафельницамызды алып, оған бір ас қасық бағана қамырдан салып отырасыздар. Міне бір ас қасық салдық. Бетін жауып, кішкене күтесіздер. Ашып қарап отыру керек. Міне осылай ас-үстіне айландырып, қызартып пісіріп аласыздар. Міне осылай дайын болды. Енді оны айландырамыз. Осылай бүктеп аласыздар. Трубочка қалдырып. Өте ыстық болады. Абайламасаңыздар, қолдарыңызды күйдіріп аласыздар. Міне осындай трубочка пайда болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің арнама жазылып кетіңіздер. Ас болсын.